Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте оңай, қарапайым, қолжетімді заттардан дайындалатын, миксерді қажет етпейтін, өте жұмсақ, дәмді пирогты жасауды көрсетемін. Пирогқа қажетті болатын заттардың барлығын, көлемін, мөлшерін описаниеға қалдырамын. Пирогтың атауын бассаңыз, қажетті ақпараттың барлығы шығады. Ең алдымен бізге 2 құрғақ үлкен ыдыс қажет болады. Сұйық массаны, яғни айран, жұмыртқа, майды үшеуін біріктіріп бірге араластырып аламыз. Екінші құрғақ ыдысқа ұнды, ас содасын және шекерді үшеуін бөлек араластырып аламыз. Жақсылап араластыру қажет болады. Сода барлық массаға араласу қажет. Содан соң сұйық массаның үстіне құрғақ массаны салып, біркелкі массаға айналғанға дейін жақсылап венчикпен араластыру қажет болады. Өзі қоймалжың, созылмалы массаға айналғаннан кейін алдын ала майланған формочкаға құйып, 180 градуста 30 минут пісіріп алсақ болады. Пирогтың піскенін тексеру үшін ағаш таяқшаларды тығып көру керек болады. Егер құрғақ шығатын болса, онда пирог толықтай піскен болып есептелінеді. Егер де сіздерге пирог рецепті ұнаған болса, онда каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Ас болсын.